Достар, баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен йод туралы сөйлесетін боламыз. Йод адам организмі үшін ең керек, қажетті элемент. Видеоны көрмес бұрын маған подписка жасап, лайк қойды ұмытпаңыздар, каналды дамыту үшін. Йодтың адам организмдегі мөлшерін білу үшін мына әдісті қолдансаңыздар болады. Кешке өкшеңізге йод арқылы йодовая сетка сызасыздар. Аяқтарыңызға жылы нәски киесіздер. Ертең таңертең өкшелеріңізді қарайсыз. Егер йод сол қалпы тұрса, сізде йод жеткілікті. Ал йод сініп кетсе, онда сізде йод жетіспейді. Осылай күнде өкшелеріңізге йод арқылы тор жасайсыздар. Йод жетіспесе, өкшелеріңізге йод арқылы тор жасау қан айналымды жақсартады және аяғыңыздың ісуін кетіреді. Йод организмнің қорғау функцияларын жақсартады. Мұрыннан су аққан кезде де йодтан осындай тор жасау пайдалы. Табаныңызға түгелдей сызбаңыздар, өкшелеріңіз күйіп қалуы мүмкін. Аптасына 3-4 рет жасау жеткілікті.